Құрметті әлеуметтік желі қолданушылары, Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті кезекті бейне дәрістерін жалғастырады. Біз өткен дәрістерімізде адалдық, әділдік, парасаттылық жөнінде айтқан болатынбыз. Келесі қасиет бұл сенім. Қазақ әдебиетінің ғана емес, қазақ халқының тарихынан төрінен орын алатын дара тұлға Ілияс Есенберлин атамыз сенім бұл бір ұлы күш. Сенімге ие болу өмірде мәнді етеді деп өз ойын түйіндеген еді. Ал даңқты батыр бабамыз Бауыржан Момышұлы сен ата-ананың үмітісің, сен қайталанбас тұлғасың, өз өмірінің белсенді жасаушысың. Сондықтан да өзіңе ғана сен деп десе, рухты жырларымен халықты жігерлендірген Алаштың арысы Мағжан Жұмабаев жалпы адамзаттың жақсылығына сену адамгершіліктің ең биік белгісі деп атап өтті. Ендеше сенім дегеніміз не? Сенім адамның ақыл ойын, күшін, еркін, қабілетін жоғарылататын жағымды сезім. Адамның ақиқатқа көз қарасын, қарым-қатынасын анықтайды. Адам алдына мақсат қойып, оның нәтижелі орындалуына сенім білдіріп, іс-әрекетіне көшкен кезде ғана ол жоғарғы нәтижелерге жетеді. Мысалға, жастар сенім жетістіктің кілті дегенге нық айта аламыз. Сіз бұған сеніп көрдіңіз бе? Біз бұл жөнінде еліміздің тарихында орын алған кейбір тарихи деректерге тоқталып өтсек. 90-шы жылдардан кейінгі елімізде орын алған инфляция кезінде елімізде қиындық туындағаны рас. Елбасымыз, тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев осы қиындықтарға қарамастан елімізде болашақ атты бағдарламаны құрды. Бұл бағдарламаны арқылы жастарымыз өзге елге барып, шетелдің тәжірибесі мен білімімен сусындап қайтты. Бұл жастар бүгінгі таңда елімізге келіп, еліміздің экономикасының өркендеуіне, медицинасының дамуына, білімінің арттыруына өз үлестерін қосуда. Егер де дәл сол кезде болашақ бағдарламасын құрған уақытта ешкім сенбесе қалай болар еді? Міне біз бұл сенімнің құдіретті күш екенін көріп отырмыз. Дәрігердің емдік іс-әрекетін толық сенсең, ауруыңнан толық жазыласың. Ертеңге мақсатқа сенсең, қандай қиындық болса да әрекеттеніп мақсатыңа жетесің. Әлеуметтік келешегіңе сенесің. Сол бақытқа барлық адамдармен бірге ұмтыласың. Яғни біз сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруда өзімізге және қоғамға сенуіміз қажет. Яғни әр адам өзіне сеніп, адал еңбек ететін болса, және өзгелерде оған тартылатын болады. Ендеше біз сенімді қалыптастырып, қоғамда жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырайық. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.